Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі таңда тренд болып жатқан жидекті микс вареньесін жасайтын боламыз. Бұл вареньенің ерекшелігі ешқандай да қайнатып әуре болмайсыздар. Қыста таптырмас дәруменді микс варенье, дәруменге өте бай, шайға салып ішсеңіздер де өте керемет, шаршауды басады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге ежевика, кейбір жерлерде ежемалина дейді, малина, қара смородина, клубника, мята, апельсин және қант қажет болады. Алдымен жидектеріміздің барлығын толық жуып тазалап аламыз. Енді клубникаларымызды тураймыз. Біздің клубникаларымыз, яғни құлпынайларымыз ірі сұрыпты болғандықтан осылай ортасынан төртке бөліп, оны тағы да бір бөлікке бөлетін боламыз. Егер клубникаларыңыз орташа көлемді болса, онда тураудың қажеті жоқ. Дайын болған клубникаларымызды осылай ыдысымызға салып қоямыз. Апельсиндеріміз толық жуып тазалап алдық. Енді ортасынан төртке бөлеміз. Тағы да видеода көріп тұрғандарыңыздай орташа қалыңдықта барлығын турап дайындап аламыз. Каналыма жаңадан келген көрермен болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Міне апельсиндерімізді турадық, ыдысымызға салып қоямыз. Ортасындағы дәнектерін осылай міндетті түрде алып тастаймыз. Енді үлкен шұңғыл ыдысымызға малинамызды саламыз. Оның үстінен қара смородинаны саламыз. Енді ежевиканы қосамыз. Артынан апельсинді саламыз. Оның үстінен орташа көлемде туралған клубникаларымызды саламыз. Қалауларыңызша лимон қоссаңыздар да болады. Мен қосқан жоқпын. Енді оның үстінен мята жапырақтарын осылай саламыз. Үзіп-үзіп осылай салып шығатын боламыз. Егер ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Артынан қантымызды қосамыз. Достар, бұл жерде нақты осы жидектер қосылсын деген заң жоқ. Ұнатқан жидектеріңізбен жасай берулеріңізге де болады. Осылай барлығын бір араластырып аламыз. Толық араластырып болған соң бөлме температурасында жарты сағатқа қанты ерігенше қалдыратын боламыз. Сол аралықта арасында бір рет араластырып қойсаңыздар болады. Міне біз толық араластырып дайындап қойдық. Енді жарты сағаттан соң ыдыстарымызға құятын боламыз. Қажетті жидектердің нақты мөлшерін видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Міне достар, біздің жидекті микс вареньеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі енді керемет болады екен. Міне біз одноразовый ыдыстар алдық. Осы ыдыстарға құйып морозилкада сақтайтын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы ыдыстарға құйып сақтасаңыздар да болады. Міне кішірек көлемді және сәл үлкендеуін алдық. Осыларға құйып морозилкада сақтай бересіздер. Көріп тұрғандарыңыздай түрі өте әдемі, жасалу жолы өте оңай, қайнатып әуре болмайсыздар. Дәрумендерге өте бай, қыста таптырмайтын жидекті микс вареньеміз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менен қандай видео рецепттер күтесіздер, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Міне ыдыстың қақпағын осылай жабамыз. Енді морозилкаға қоя берсеңіздер болады. Дәл осылай жауып, морозилкада сақтай бересіздер. Алдағы уақытта десерттер, торттар, салаттар, ыстық тағамдар, сусындардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп алыңыздар. Видео рецепттерім пайдалы болған болса, қоңырауша белгісін басып, лайк басып, пікір жазып, достарыңызбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Бізбен бірге болыңыздар.